ойлаңдаршы, біз президент болып кетсек. Шака, мысалы сен президент болып кетсең не істейсің? Расымен де мен президент болып кетсем бар ғой, екеулеріңе әлемде жоқ машина, особняк, коттедж, сосын үйдегілеріңе звондайсыңдар, мама, папа, ауылдағы үйді тастаңдар, қалаға келіңдер деп ше. Одан кейін көзіне очки таққан ботаниктарды қасыма ертіп алатын едім. Енді бүкіл Қазақстанға шамам жетпеді ғой. Одан кейін удастықтағы маған ұқсайтын адам тауып, одан кейін соны президентке жіберіп отырып, өзім жататын едім. Ал сен не істейтін едің Дөке? Мен президент болсаң, Алматыдағы бүткіл мегаларды саған Есентайды беріп қоятын едім. Сосын бар ғой, брат, маған хотя бы Алматының кішкене банктарын берші. Жо, ренжімеші. Папама беремін оның бәрі. Сосын ана Бритни Спирс, Риана дейтіндер танисыңдар ғой. Америкадан шақырып кухняға өлең еткізіп қоятын еді. Сен не істейтін едің, Әділ? Ал мен президент болсам, бүкіл Қазақстанды көтеріп, қарапайым халыққа көмектесіп, өзім қанша президент болсам да қарапайым болып киініп, бүкіл ауылдарды аралап, жолдарды жөндеп, сөйтіп жүруші. Ой, рас айтам. Көк тудың желбірегені